Біз киндер-патиға дайындалып, шыққан деп жатырмыз Арайка екеуміз. Шашылып жатыр ғой апа! Жинақ қоймайсың ба бөлмеңді десің? Короче, осындай лук бізде. Жасыл дресс-код. Шашымды істеп берді Арайка. Бояндырып берші десің, нормально тұрмай. Достар, бүгін бізді бір қонаққа шақырды, сол жаққа дайындық уже басталып кетті. Еще плюс қазір квартира қарап жатырмын, сол квартираны барып көремін. Ұнаса сол квартираны алатын боламын. Үшін бүгін историяда лайф көп болады. Менімен бірге болсаңыз, біраз әңгімелер айтамыз. Ема пробкамен ровно бір сағатта кетіп қойдым, иә? Шахида алып жолдан Арай екеуміз дайындалып, Арай жоқ. Тілек айтады, тыңдайық. Қонақтардың бәрі келіп, соңында келіп. Мында Айзаны көріп қуанып жатырмын, потому что бір как будто, ну, вы поняли. Мына жерде Хуршет, бұл кісі енді көп көрінбей жүрді. И мына жерде өте мықты бір мобилограф. Жаңа көрмей қап, амандаспадым деп ренжіп жатыр. Вот, осындай компания, осындай состав жоқ. Сегодня мы на чужой территории, деп айтайын ба? Қажу. Иә, Айгерім мен Қолғанаттың қуанышындамын. Енді азық кезде көздеріңізден ұсап сөйлеп қалған кені. Айгерім, жандарым, тойларым құтты болсын. Кішкентай халқымыздың туғаны құтты болсын. Мейрамханаға келдім. Даже мне ашып қойып бәрін. Чина, екеуміз давай ерте келіп отыра берейік, жүр сұрайық официантқа барып айтайық. Кәлем жасап беріңіз. Айтайық, столымыз жасаңыздар, біз ертеге ничего не знаю. Я лично голодная, мен таңғы асым ішкен де жоқпын. Осы Чина екеуміз бірінші қонақпыз. Ештеңе тұр, фуршет тұр. Фуршет. Жүр онда фуршет жеп қайтайық. Все, міне достар, келіңіздер. Капец, сағат 9-да басталатын сияқты. Қолғанат, Айгерім қайдасыңдар? Жап-жас болып киініп алдық. Той әлі басталған жоқ, 2 сағаттан асты. И мы, знаете, что начали тут делать? Обсуждать еду. Тағам жайында әңгіме айтып бастадық. Кажется, бәрінің қарны ашты ғой деймін. Апаннан бастадық, манты дедік, беш дедік, әлі күтіп тұрмыз. Кальмар креветки де. Әбдікен негізі айтқаным. Уже кальмар креветкиді сызып тастадық. Мына жерде клиент виптар жиналыпты. Ой, өзіміздің бешбармаққа жетпейді деп, ана жақтағы бешбармақты аңсап тұрмыз. Қазақтың тойы қазір 2 сағатсыз басталмайды. Сағат неше болды? Сағат 8 болды. 8 болды, 6-да шақырылғанбыз. Енді Алла қаласа жарты сағаттың ішінде басталатын шығар, е? Зубочистка моя. Бірінен айналайын. Хамы, барлығы той, тұрса, жан, ятмай тұр. Жан, заказыңызға атыр тұр. Ей! Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Біз деген бүгін ерте оянып, үйді тазалап, уборка жасадық, хамы екеуміз ше. Короче, үйге клиент шақыртып тазалатып алдық енді. И дәл ана жақта киімдерді өзіміз реттеп аламыз. И сонымен деген бүгін ма папа келеді ауылдан. Ма папаны күтіп аламыз. Одан кейін хамының стилі көбісіне ұнап жатыр екен ғой. Мен ғой енді өзім бұл кісіге киім подбирать етіп берем, аяқ киім барлығын өзім істеп берем. И өзіме де стильді өзіме заказ берем дегенде ғой. Ұнап жатқанына қуаныштымын. Жарас қой, мен таңдап беріп жатырмын ғой сізге киімдерді.
еще необычный аяқ киімдерді қымбат тұратындарды таңдап беріп жатырмыз Менде сізге. вкус жоқ қойнауын. Бірақ жан соңғы кезде ол мойындаңызшы. Мойындаймын. Екіншіде шаңген, қазір осыны жуамыз. Мәссаған. Мә қалай күшті жуатын өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. Прям маған өте қатты ұнады. Мен бұрын мына пылесосты қалай көрмегем дедім ғой. Үй деген таптаса тұратын болды. Мына үйдегі обычный пылесос, мынаның кәдімгі тоқпен жұмыс жасайды. Тоққа тығып, соны ары бері таскать етіп жүрген кішкене қиындау. Ал мынаумен зарядкаға қойып қоясыздар. 100% толған кезде қолдана бересіздер ғой. Мынау қазір 90% болып тұр мына зарядкасы. Зарядкаға қоясыздар да и қолдана бересіздер. Өте ыңғайлы. Пылесостап артынан полды жуып жүретін едім, ал енді заодно полды да жуады, шаңды да күшті алады. Короче айтқанда, сіздер біраз уақытты экономдайсыздар ғой бұл пылесоспен. Дәл қазір күшті скидка болып жатыр. Сіздер осы пылесосты алатын болсаңыздар, жаңағы проочистительді қасына в подарок беретін болады. Қазір проочистительді қолданып көрейік кеттік. Так, бірінші мұнда су құямыз. Мынандай насадкалары бар ішінде. Газды жуып көрейік. Ұзы жоқ. Енді подкасын алып тастаймыз. Микро бірдеңкелердің бәрін кетіреді. Мынаның бәрі май. Сіздерге күшті жаңалық, арнайы мен оқырмандарым үшін осы пылесосты алған жандарға 40 000 теңгелік осы проочистительді қасына тегін беретін болады. Және де Каспий жұма бөліп төлеуге алсаңыздар болады. Оған қоса сіздерге 15 000 теңгеге сертификат беретін болады, және де жеткізу тегін, үйлеріңізге дейін прям тегін әкеліп беретін болады. Кухняға, барлық жерге осы проочиститель күшті кетеді. Ал пылесос бағана көргендеріңіздей беспроводной, барлығы прям күшті удобство ғой. Емерді садикке алып келдім. Бүгін вообще жылаған жоқ. Бұл деген өте жақсы көрсеткіш. Уже 4-ші күн ба барып жүрген, не? 4-ші күн, не? Иә, мүлдем жылаған жоқ. Молодец. Соған қарағанда тәрбиешілері өте жақсы болып тұр. Ұрмайды, соқпайды, ұрыспайды. Бұл садикке алып келгеніме өкінбедім, короче. Біз садикке бара жатырмыз. Көзім үсіп тұршы. Әлі ұйықтаған жоқпын түнімен. Әжесі кеттік. Барғаннан кейін